Бүгінгі тақырыбымызға назар аударайық. Бұл тақырып әрқайсымыздың өміріміз үшін өте маңызды болмақ. Өйткені өмір болған соң, тіршілік болған соң оның қауіп-қатері де болады. Демек, өмір қауіпсіздігі ең бірінші мәселеге айналады. Қане балалар, бәріміз қосылып адамға байланысты қауіпті жағдайларды айтып көрейікші. Кім айтады? Қане Айжан, айта ғой. Адам жолда абайлап жүру керек. Әйтпесе, машинаға соқтығысуы мүмкін. Дұрыс айтасың, Айжан. Бұл жол қауіпсіздігі деп аталады. Апай, мен айтайыншы. Еркін, енді сен айта ғой. Біз таза жүруіміз қажет. Олай болмаса, ауырып қаламыз. Өйткені лас жерде зиянды микробтар көп болады. Өте дұрыс, Еркін. Біз денсаулық қауіпсіздігін сақтауымыз қажет. Тағы кім айтады? Қане, Ажар, сен айта ғой. Маған мамам айтады, кішкентай балалар сіріңкемен ойнамау қажет. Одан үй өртенеді, ал өрттен адам зардап шегеді. Жарайсыңдар балалар, бұл өрт қауіпсіздігіне жатады. Міне, байқадыңдар ғой, біз өмірімізде көптеген қауіпсіздік шараларын сақтауымыз қажет екен. Мысалы, сел болғандағы қауіпсіздік шаралары. Мына экранға назар аударыңдар балалар. Көктемде жауын шашын көбейіп, су тасқыны болған кезде қандай шаралар қолдану керек? Қарайық. Жер сілкінісі, ауа райы құбылыстарына байланысты қауіпсіздік шаралары. Жалпы адамдар үшін белгіленген мұндай шаралар өте көп. Біз енді бүгін солардың негізгілеріне тоқталып өтеміз. Ал сендер балалар, мұқият тыңдап отырыңдар. Біз күнделікті өмірімізде жолға шығамыз, көшеде жүреміз, көлікпен қозғаламыз. Бұл жағдайларға байланысты өзінің қауіпсіздік ережелері бар. Соларды міндетті түрде сақтау қажет. Мысалы, көшеде бағдаршам тұрса, оның шарттарын бұлжытпай орындауға тиіспіз. Қызыл көзім жанғанда, сынық қадам баспалға, сары көзім жанғанда, қарап қалма аспанға. Жасыл көзім жанғанда, жүре берген жасқанба. Ал енді естеріңде болсын, егер жолда мен болмасам, арнайы жаяу жүргіншілер өтетін жолақпен немесе жер асты өткелімен өтуге тиіссіңдер. Өмір адамдар үшін ең қымбат нәрсе. Қауіпсіздік ережелерін мұқият ұстану сенің өміріңді сақтайды. Енді денсаулыққа байланысты қауіпсіздікке келейік. Денсаулық балалар адамның бірінші байлығы. Тәні саудың жаны сау деген тағы бар. Сондықтан да даладан үйге кіргенде міндетті түрде қолдарыңды тазалап жууды ұмытпаңдар. Тамақ жер алдында да қолдарыңды мұқият жуыңдар.
Жеміс жидек, көкөністерді тазалап, жуып жеу қажет екенін білгендерің дұрыс. Балаларда болатын іш аурудың көбісі жеміс жидектерді жумай жегеннен болады. Мен дәрімін. Ауыра қалсаң, көмекке тез жетемін. Бірақ мен ауырғыш балаларды жақсы көрмеймін. Өйткені көбінесе нашар, үлкендердің айтқанын істемейтін балалар ауырады. Егер сен айналаңды таза ұстап, өзіңді ұқыптылыққа тәрбиелеп, спортпен шұғылданып жүрсең, ауру дегенің сені көргенде қашатын болады. Сосын мені де мазаламас едіңдер. Сол үшін жоғарыдағы айтылған денсаулық қауіпсіздік шараларын сақтап жүріңдер. Келістік пе, балалар? Иә, балалар, денсаулықтарыңа өте үлкен жауапкершілікпен қарай біліңдер. Енді өрт қауіпсіздігі жөнінде сөйлесейік. Балалар, саламатсыңдар ма? Менің атым Сіріңке. Ешкіммен жұмысым жоқ. Өзім көп ұйықтағанды жақсы көрем. Ешкімге зияным да жоқ. Алайда, кейбір жаман балалар мені оятып мазалай береді. Басқа ойыншы қаздай менімен ойнайды. Ондай кезде мен қатты ашуланамын. Қабағымнан от шашамын. Тәртіпсіз бұзақы баланың қолына түскенде дене қызуым басыма шауып күйіп кетемін. Содан ойын түбінен өрт шығады. Ал менің өртімнің күшін білесіңдер. Мені тілсіз жау деп бекер атамайды. Бір бастап алсам, мені тоқтату өте қиын. Жалыным жан жақтың бәрін жалмап тып-типыл етеді. Иә, естимісің сен бала? Менімен ойнама. Сол үшін мүмкіндігінше менімен абай болыңдар. Қой, ұйқым келді. Мен жатып ұйықтайын. Мені көп мазаламаңдар. Көрдіңдер ғой, балалар, өрт тілсіз жау. Сондықтан да абай болайық, балалар. Өздеріңнен кішкентай балалардың қолдарынан сіріңке көрсеңдер, дереу алып қойыңдар. Өздерің де ойнамаңдар. Үйден шығарда электр құралдарын сөндіріп шығуды ұмытпаңдар. Үтік, газ плитасы, розетка, теледидардың өшірулі тұрғанына көз жеткізіңдер. Бұл айтылған сөздерді есте мұқият сақтаңдар. Негізгі қауіпсіздік шаралары жөнінде үлкендермен кеңесіп, білмегендеріңді сұрап жүргендерің дұрыс. Жалпы өмірде басқа да көптеген қауіпсіздік түрлері бар. Соларды білуге талпынуымыз керек. Бүгінгі қауіпсіздік әліппесі атты сабағымыз соған бастау болсын. Ал балалар, бүгінге сабағымыз бітті. Қош, сау болыңдар.